Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көлік және жол белгілері бөлімі бойынша жол қозғалысына қатысушылар реттеуші тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Құрметті оқушылар, біз бүгін сендермен суреттер желісі бойынша әңгіме құрастыратын боламыз. Сондай-ақ бөлшекті сан есімдердің не екенін біліп, оны құрамына қарай ажыратып, мәтін ішінен табатын боламыз. Құрметті оқушылар, егер де бағдаршам болмай қалған жағдайда, оның орнын реттеуші алмастыратынын білетін бе едіңіздер? Яғни реттеуші бұл жол қозғалысына қатысушылардың бірі. Ол бағдаршам болмай қалған жағдайда жол қозғалысын реттеп тұрады. Яғни оның әртүрлі ишара, белгілері арқылы біз жол ережелерін сақтаймыз. Жалпы реттеуші деп жол қозғалысын дене жайымен, ишара таяқша қолданып, қолдарының қимылымен, дискпен немесе онсыз, сонымен қатар ысқырық сигналымен реттеуші полиция қызметкерін айтады екенбіз. Құрметті оқушылар, кітаптарыңызда берілген мына өлеңді мұқият тыңдап көрсеңіздер, қандай жағдайда реттеушіге бағыну керектігін жақсылап көрсеткен. Олай болса, өлеңді бірге оқиық. Ала таяқ қолында, айтары көп оныңда, не істеу керек тұрса егер, реттеуші жолыңда. Тік көтерсе таяқты, баспа алғаяқты, бағдар шамның бұл белгі сары шамы сияқты. Кеудесімен бұрылса, қарап саған бетпе-бет, тұрғаны оның ұғынсаң, жолды жаптым, өтпе деп. Артқа жақын қаратса, өтіп кетпе аңғармай, бағдар шамның бұл белгі қызыл түсі жанғандай. Оң иық не сол иық, бұрылғанда сен жаққа, тұрып қалма мөлиіп, алға қарай тез атта. Реттеуші бұрылды, бір қырындап тік тұрып, жасыл жанды дегенді жүргіншіге ұқтырып. Реттеуші бар көшеге, тап болса егер кімде-кім, тек сол берген белгіге көну оның міндеті. Көрдіңіздер ме, балалар? Демек, таяқты жоғары қаратып, сізге қаратып тұрған жағдайда жүруге болмайды екен. Ал енді құрметті оқушылар, реттеуші туралы тағы да ақпараттар білгілеріңіз келсе, ғаламтордан іздестіріп көрсеңіздер болады. Және қандай жағдайда жүруге болатынын немесе жүруге болмайтындығын, жол қозғалысы бойынша осы реттеушінің қандай белгілері бар екендігін тағы қосымша ақпараттардан өздеріңіз біліп алсаңыздар болады. Ал біз бүгінгі тақырыпқа сай төмендегідей тапсырманы орындайық. Балалар, суретке мұқият қарап көріңіздер. Осы суреттер желісі бойынша әңгіме құрастырып көріңіздер. Әңгіменің тақырыбын қалай өрбитінін өздеріңіз шешіңіздер. Сабағымыздың келесі мақсаты бөлшектік сан есімдер болатын. Кітаптарыңдағы мына ережемен мұқият танысып, біліп жүріңіздер. Бөлшектік сан есімдер дегеніміз заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрде қолданады. Бұл термин балалар сіздерге математика пәнінен өте жақсы таныс. Жай бөлшекте сан есімнің бөлімі шығыс я ілік септікте, ал алымы тәуелдік тұлғада жұмсалады. Мысалы, 2-ден 1, 100-дің 2-сі. Кейде осы бөлшектік сан есімдер есептік сан есімдерге жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, 5 жарым, 3 ширек, 10-ның жартысы. Ережені қайта мұқият оқып шығамыз. Және өзіміздің математикадан бөлшектік сан есімдерге байланысты білімімізді еске түсіреміз. Демек, бұлар қазақ тілінде жазылған кезде 2-ден 1, 100-дің 2-сі деп жазылады екен. Құрметті оқушылар, олай болса біз төмендегідей оқу тапсырмасын орындайық. Берілген бөлшектік сан есімдерге мысалдар келтіріңіз. 3-тен 2, 2-ден 1, 20-ның жартысы, 10 жарым, 2,10-нан 5. Бүгін тапсырмалар өте оңай деп ойлаймын. Сіздер қиялдарыңызға ерік беріп әңгіме жазып, және де берілген сөздерге мысалдар келтіре аласыздар деген ойдамын. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.